Алла тағала иблистен сұрайды: мен жаратқан, ерекше етіп жаратқан жаратылысқа сәжде етуіңе не кедергі болды дейді. Сонда ол не деді? Ана хайрун минху халақтани мин нар ва халақтаху мин тин. Мен одан артықпын деді. Сен мені оттан жараттың, оны топырақтан жараттың деді. Осы сөз іблісті құртты. Іблісті құрдымға кетірді. Қандай сөз? Мен одан артықпын деген сөз. Демек, оның құрдымға кетуіне себеп болған нәрсе тәкаппарлық. Тәкаппарлық. Демек, адамды құртатын нәрсе де тәкаппарлық. Сол үшін ол кім соншама үйтетіндей, ол бүйтетіндей, маған үйтіп әңгіме айтатындай дейтіндей, осындай сөздерден сақ болуымыз керек. Мен одан артықпын, мен деген нәрсе негізі адамды құртады. Ол Алла тағаланың періштелердің арасында жүрген, былайша айтқанда Алланың ақиқат екенін көзімен көріп тұрған іблістің өзін тәкаппарлық жәннаттан қуып малғұнға айналдырды. Сол үшін осы мен деген сөзден сақтануымыз керек. Мен одан хайырлымын, мен одан жақсымын деген нәрсе бұл өте қауіпті дүние болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: кімнің жүрегінде шаңның тозағындай тәкаппарлық болса, ол адам жәннатқа кірмейді деді. Ол тәкаппарлық жасады, және одан кейін көре алмаушылыққа түсті. Неге? Өйткені қалайша оған сәжде жасатады деп, ол ары қарай көре алмаушылыққа түсті. Сөйтіп малғұнға айналды. Адамның, жалпы адамзаттың қасшауына айналды. Өйткені Алла тағаладан рұқсат сұрады. Алла, маған рұқсат бер, мен соларды азғырайын деді. Алла тағала оған мүмкіндік берді, рұқсат берді. Сонымен ол айтты: мен тура жолыңнан оларды тосамын, алдынан, артынан, оң жағынан, сол жағынан келіп оларды азғырамын, олар сенің шүкіршіл құлдарыңнан болмайды деп осындай сөздерді айтты. Алла тағала: сен құр кет, сені және саған ергендерді тозаққа тастаймын, тозақ сендермен толтырамын деді. Кейін ары қарай: адам, сен және жұбайың жәннатта қалағанша болыңдар, қалаған нәрселеріңді жеңдер, бірақ мына ағашқа, мына жемістің түріне жақындамаңдар деп Алла тағала сол жерде оларға сынақ ретінде бір ағаштың жемісіне тыйым салды. Енді ол қандай ағаш? Аллаху алам. Ол қандай ағаш? Оны білмейміз. Оны бір мысалы басқа дін өкілдерінде алма деп жатады, оны дерево жизни деп жатады. Оны біздегі кейбір исраилияттан келген дүниелерме, исраилияттан алдыңғы яғни кітаптардан келген нәрсеме білмейміз, әйтеуір бидай деп жатады. Кейін Алла тағала сол бидайды адамға азық етіп берді, негізі жегені бидай ет дейді. Бірақ мына жерде шажара деп келеді. Шажара яғни тал деп келеді. Енді бидай талға жата қоймас. Бізде кейбіреулер соны бидайды, ол кезде мүмкін бидайды талда өскен деп айтатын шығар. Енді жалпы Хауаны жеп қойды. Адам ата жұтып жатқан кезде Алланың тыйымы: бұны жемеңдер деген сөзі есіне түсіп тоқтап қалды. Сонымен не жұта алмай қалды, не шықпай қалды. Сол себепті адам атада және одан кейін жалпы еркектерде мынау тамағында осындай бір түйін пайда болды. Әйел жұтып қойғандықтан да ода болған, ода жоқ деген осындай әңгімені бір оқыған едім. Енді біздегі кейбір ескі кітаптардан өзі болады ғой, кейбір ескі кітаптарда бір негізі жоқ әңгімелер болып жатады. Қайдан алынғанын білмейсіз. Мысалы Мұса алейхиссаламның тілінде кекештік болған. Басында пайғамбарлық келген кезде Алла тағалаға дұға қылады ғой: «Вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули». Алла, менің тілімнен кемістікті кетір, менің сөзім оларға түсінікті болсын деп. Себебі барып елді ақиқатқа, дінге шақыратын кезде оның тілі күрмеліп тұрса, бағанағы кекештеніп тұрса, тілінде бір кемістік болса, әріптер дұрыс шықпай жатса, адамдар оны тыңдамайды ғой. Сол үшін солай дұға жасады, Алла тағала оған тілегенін берді. Енді сол тілінде кемістік қалай болды дегенді қарайтын болсақ,
мынандай бір оқиғалар келеді. Мұса пайғамбар перғауынның алдында отырған еді дейді. Перғауынға бақтырып қойды ғой Алла тағала. Анасы оны әлгі суға ағызып жіберді. Су перғауынның сарайына барды. Перғауынның әйелі алып алды да, сөйтіп перғауынның сарайында Мұса алейхиссалам өсті. Яғни ертең өзінің түбіне жететін адамды Алла тағала перғауынның өзіне бақтырып қойды. Сөйтіп алдында отырған кезде сақалын жұлып апты дейді. Сонымен перғауынға ой кетеді ғой. Ертең менің түбіме жететін, менің патшалығымды құртатын осы емес пе? Ол білесіздер ғой, Исраил, яғни еврейлердің балаларын бәрін өлтіруге бұйырған еді. Бірақ Алла тағала Мұса пайғамбарды құтқарып, өзіне бақтырып қойды. Мынау сол емес пе? Что-то мен сақалымды жұлып жатыр, бұл бір белгі сияқты деген сондай ойға кетіп, оны өлтірмекші болады дейді. Жандағылар айтады, бұл бала ғой, бала не істемейді, қалай оның бұл бір ісіне қарап үкім шығарасыз деген сөзді айтады. Жақсы, онда тексерейік деп шоқпен алтын алып келіпті дейді алдына. Шоқпен алтын алып келіпті. Егер алтынды таңдаса, онда өлтіремін, шоқты таңдаса өлтірмеймін, онда ол менің сақалымды да сол балалықпен жұлды деп алдына екі затты қойып қойған кезде алтын мен шоқты, Мұса пайғамбар алтынды алайын деп жатқан кезде періште келіп қолын қағып жіберді. Сөйтіп шоқты ұстап, шоқты аузына салып жіберіп, тілі күрмеліп қалды дейді. Бірақ қарайтын болсаңыз, ешқандай логикаға келмейді. Өйткені адам шоқты ұстап, ол кішкентай бала, оны ұстайды. Ұстағанда да кішкентай бала оны қатты ұстайды. Кейін оны аузына алып барады. Енді қолы күймейді да, ерні күймейді, тек қана тілі күйгені бір қызық дүние. Сол үшін бұл бір логикаға келетін дүние емес. Жалпы сенімді риуаяттарда да ол жоқ. Сол сияқты әлгі адам атаның тамағында мынау түйін ер адамдарда бар. Сол бидайды жұта алмай қалғандықтан пайда болды деген әңгімеде негізі қызық әңгіме. Қайдан шыққанын Аллаху а'лам. Сөйтіп шайтан келіп азғырып, олар шайтанның азғыруына еріп, сонымен жемісті жеп қояды. Негізі Алла тағала Құран кәрімде біз бірінші парада оқыдық, бірінші парада біз түсіндірген жоқпыз, ол кезде бұндай мәселе ойда болған жоқ, кейіннен ойға келді, күнде түсіндіріп отырайық деген. Сонда аят бар: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Мен жер бетінде орынбасар жаратамын деді Алла тағала. Яғни Алла тағала ол адам атаның жер бетіне түсетіндігін алдын ала біледі. Мына жерде сынақ ретінде белгілі бір ағаштың жемісін жемеуге тыйым салды. Шайтан келіп азғырып, сөйтіп олар шайтан келіп енді неше түрлі жақсы сөздерді айтып, ой мен сендерге жанашырмын, анау мынау деген сөзді айтты. Сонымен олар соған еріп жемісті жеп қойды. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Енді жемісті жеген кезде олардың әурет жерлері көріне бастады деді. Сөйтіп олар отафиқа яқсифани алейхима ми варақил жанна. Жаннаттың әлгі жаннаттағы ағаштардың жапырақтарымен денелерін жаба бастады. Сол кезде Алла тағала оларға: мен сендерге айтпап едім, бұл ағаштан жемеңдер, бұл ағаштың жемісін жемеңдер, шайтан сендерге анық дұшпан деп айтқан едім ғой деп Алла тағала оларға ескертті. Сонда олар қаля дейді, ол екеуі айтты дейді. Яғни адам атаның бұл дұғасы. Адам атаның дұғасы, адам атаның дұғасын Алла тағала бізге қияметке дейін дұға етіп берді. Егер адам күнә істеп қойса, зұлымдық жасаса өзіне, осы дұғаны жасауы керек. Олар не деді? Раббана заламна анфусана. Ва Раббым, біз өзімізге зұлымдық жасап қойдық. Ва иллам тағфир лана ва тархамна. Сен бізді жарылқамасаң, бізді рахымыңа бөлемесең, ланакунанна минал хасирин. Біз зиян шеккендерден боламыз деп осы дұғаны жасады. Бұл бізге Құранда келген дұғалардан. Яғни дұға жасайтын болсаңыз, қолыңызды жайып, Раббана заламна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деп осылай дұға жасайсыз. Мағынасы: Алла, мен өзіме зұлымдық жасадым, мені кешір, күнәмді кешір, жарылқа, олай етпесең мен зиян шегушілерден боламын деген сөз. Мағынасы осылай. Енді хадистерде, риуаяттарда адам ата тағы
пайғамбарымыздың құрметімен Алла тағаладан сұрады деп те келеді. Яғни Мұхаммедтің құрметіне күнәмді кешір деп айтты дейді. Сонда менің қолымды Мұхаммедті қайдан білесің деген кезде жәннаттың есігінде ме немесе әйтеуір есімде жоқ риуаятта қай жерде делінген, әйтеуір ла иляха илlalloh Мұхаммед расулулла деген жазуды оқыдым. Мұхаммедтің аты жазулы тұрған болса, онда ол сенің тегін құлың емес деп, соның құрметіне күнәмді кешір деп сұрайды. Сөйтіп Алла тағала күнәсін кешірді деп келеді. Яғни жалпы бұл жерде білуіміз керек болған нәрсе, Алла тағала Адам ата мен Хауа ананың күнәсін кешірді. Адам ата мен Хауа ананың күнәсін кешірді. Демек, олардың балаларының бұл күнәға ешқандай қатысы жоқ. Ал мынау басқа дін өкілдерін, мысалы христиандарда қарайтын болсаңыз, оларда Алла тағала Адам атаның Хауа ананың күнәсін кешірмеді де, сонымен сол күнәмен бүкіл адамзат былғанды дейді. Оларда первородный грех деген мәселе бар. Первородный грех деген, яғни сол біздің атамыздың, Адам атаның жасаған күнәсі, Хауа анамыз екеуінің. Алла тағала екеуін кешірмеді, сөйтіп солардың күнәсі балаларына да өтті дейді. Кейін Иса пайғамбар келіп, Құдайдың ұлы Иса келіп, сол адамзаттың күнәсі үшін, сол первородный грех үшін ағашқа керіліп өлтірілді. Сонымен Алла тағала олардың күнәсін кешірді деген осындай негізсіз сөзді айтады. Негізі Құранда Алла тағала «Вәлә тазиру вазирату визра ухра». Ешкім күнәсін көтермейді деді. Ешкімнің күнәсін арқаламайды деді. Қалай? Мысалы, сіз кісі өлтірсеңіз, сіздің балаңызды жазалап, соны өлтірсе, ол дұрыс емес. Неге? Өйткені оның қатысы жоқ ешқандай, оның күнәсі жоқ. Сол сияқты, яғни Адам атаның жасаған күнәсіне оның балаларының ешқандай қатысы жоқ. Алла тағаладан кешірім сұрады, Алла тағала ол екеуінің күнәсін кешірді. Және бұл жерде Құранда қарап отыратын болсақ, еш жерде Адам ата осы ағаштың жемісін жеу мәселесінде әйелді айыптамайды. Ал бірақ Библияны қарайтын болсаңыз, ол жерде Еваны айыптайды. Ева күнәһар, Ева кінәлі, сол еркекті азғырды, еркектің түбіне жетті. Сонымен еркек жәннаттан қуылды деп, одан кейін Еваға, яғни Хауа анамызға айтады: сен осылай істегендіктен де саған менің азабым, саған менің қорлығым, сен жүкті болып бала көтересің, оны қиналып босанасың деген сияқты, яғни аналықты әйелге қорлық ретінде берді деп қарап отыратын болсақ, түсініктері басқаша. Ал Құранда Алла тағала «Ва аса Адаму раббаху фағауа» дейді. Алдында келетін сүрелер бар. Таха деген сүреде Алла тағала Адам ата күнә жасады деді. Адам ата қарсы келді дейді. Ол жерде Хауа ана деген сөз жоқ. Хауа ана деген сөз жоқ тіпті. Және ол аналық бұл үлкен Алла тағаланың берген, әйелге берген жақсылығы, шарапаты. Ол ешқандай бір қорлық емес. Енді сонымен Алла тағала оларға жерге түсіңдер дейді. Бәрің жерге түсіңдер, бір-біріңе дұшпансыңдар дейді. Яғни Адам ата, Хауа ана мен шайтанның арасындағы дұшпандық сол Адам атаның кезінен басталды. Адам атаға айтты: сендер сонда өмір сүресіңдер, сонда өлесіңдер, және сол жерден қайта тірілесіңдер деді. Кейін айтты: «Ва адам баласы, біз сендерге әуреттерін жабатын киім түсірдік. Тақуалық киімі ең абзалы тақуалық киімі». Бұл Алла тағаланың ескертулерінен, Алланың белгілерінен ойланарсыңдар, түсінерсіңдер деп Алла тағала бұл жерде киімнің адамзатқа Алла тағаланың берген бір ерекшелігі, артықшылығы екендігін көрсетіп жатыр. Өйткені қарап отыратын болсақ, адамнан басқа еш нәрсе киім кимейді. Ешқандай жануар киім кимейді. Енді қазір өзінің иттерін киіндіріп қоятындар бар ғой, иттеріне арнайы киім тігіп. Бірақ жалпы киім бұл Алла тағаланың адамзатқа берген ерекшелігі, жаратылыстардың ішіндегі. Және келесі аятта Алла тағала айтады: шайтан сендерді азғырып, сендердің ата-аналарыңды жәннаттан қуғандай, яғни Адам ата мен Хауаны жәннаттан шығарғандай, сендердің де киімдеріңді шешпесін дейді. Және Алла тағала айтып жатыр: сендердің аталарыңды
яғни адам ата мен Хауа ананы жаннаттан шығарғандай, сендердің де киімдеріңді шешіп азғырмасын деп Алла тағала бізге ескертіп жатыр.